Омыртқа бағанасы колумна вертебралис біріне бірі жалғасып қысқа кеуекті сүйектерге жататын жеке сүйекті сегмент 33-34 омыртқалардан тұрады. Омыртқалар латынша вертебра деп аталады. Оларды 5 топқа жіктейміз. Мойын омыртқалары вертебра cervicalis саны 7 болып келеді. Кеуде омыртқалары вертебра thoracika саны 12 болып келеді. Бел омыртқалары вертебра lumbalis саны 5 болып келеді. 8 көз омыртқалары вертебра sacralis саны 5 болып келеді. Құйымшақ омыртқалары вертебра coccygus саны 2 немесе 5 болып келеді. Омыртқа бағанасы тіректік өзінің өзегінде орналасқан жұлынға және 31 жұп жүйке түбірлеріне қорғаныстық және дене мен бас сүйекті қозғалту қызметтерін атқарады. Омыртқа бағанасы бойында біз иілімдер болады. Омыртқа бағанасының алға иілуін лордоз және артқа иілуін кифоз деп атаймыз. Лордоз мойын және бел бөлімінде, кифоз кеуде және 8 көз бөлімдерінде түзіледі. Патологиялық жағдайда жанына қарай иілу мүмкін, оны сколиоз деп атаймыз.